Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеомыз салауат айту жайлы болады. Видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп қолдау көрсетіп кетіңіздер. Адам баласының есепсіз сауаптарға кенеліп, Алла тағаланың мейіріміне бөленіп, ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, шапағатына кенелуіне себеп болатын амалдардың бірі Алла елшісіне салауат айту. Салауат Мұхаммед пайғамбардың есімі аталған кезде арнайы айтылатын дұға атауы. Салауат Құран кәрімдегі бұйрық бойынша пайғамбарға жарылқау, құрмет, құттықтау, дұға тілеу мағынасында арнайы жасалатын құлшылық түрі. Ислам ғұламалары салауат айтуды шариаттың шарты ретінде бекіткен. Әбу Ханифа мазхабында әр намаз оқылғанда пайғамбарға салауат айтуды сүннет үкіміне жатқызады. Салауат дұға тілек дегенді білдіреді. Араб тілінде намазды да салауат деп айтады. Өйткені намаз ең үлкен дұға. Құран әмірі бойынша мұсылманға өмірінде бір рет болса да салауат айту міндет. Сондай-ақ күнделікті айтып жүру мұстахаб. Құран кәрімде расында Алла пайғамбарға рахмет етеді. Және періштелер салауат айтады. Әй, мүміндер, оған салауат және ықыласпен сәлем келтіріңдер деп әмір етілген. Салауат айту мәселесінде біздер мынадай амалдарды ескеруіміз қажет. Бірінші, салауат айтудың сауабы мен артықшылықтары жөнінде білу адамның салауатты жиі әрі тұрақты түрде айтуына себепші болады. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Кім маған бір салауат айтса, Алла тағала оған 10 салауат айтады деген. Екінші, салауатты жиі айту. Мұсылман адамның Алла елшісіне өмірінде бір мәрте салауат айтуы уәжіп. Ал жалпы алғанда салауат мұстахаб амалға жатады. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде. Сараң адам менің атым аталғанда маған салауат айтпаған адам деген. Үшінші, дұға тілегенде салауатпен бастап салауатпен аяқтау. Пенденің жаратушысына жалбарынып дұға етуі дінімізде ғибадат деп танылады. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде. Дұға ету ол ғибадат деген. Алла елшісі бір күні жүзінен қуаныш байқалып келді. Адамдар, уа, Алла елшісі, жүзіңізден қуаныш көріп тұрмыз деді. Пайғамбар маған періште келіп, уа, Мұхаммед, Раббың үмбетіңнен саған біреу бір салауат айтса, мен оған 10 салауат беремін. Үмбетіңнен саған біреу бір сәлем айтса, мен оған 10 сәлем беремін. Осыған ризасың ба деді. Мен әрине деп жауап бердім. 4. Хадис шәрифтерде былай делінеді. Маған бір рет салауат айтқан адамға Аллах және періштелері 70 салауат айтады. Шапағатыма ең лайықты болғандарың, маған ең көп салауат айтатындарың. Маған көп салауат айтқан адамның дерттері кетеді, күнәлары жойылады. Салауат сөздерін жиі айту арқылы адам баласы көп сауапқа кенеліп, Алла елшісіне, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ең жақын адамдардан болады. Ол турасында ардақты пайғамбарымыз хадисінде. Қияметте маған ең жақын адам, маған көп салауат айтқан адам деген. Ендеше көп салауат айтып сауапқа кенеліп жүрейік.